Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Шоколад қосылған тәтті бәліштің рецептін ұсынамын. Барлық қажет өнімдердің мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Ыстық сүтімізге қантымызды салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қант және майымыз еріген соң, жылы сұйықтығымызға бір ас қасық дрожжимізді салып, жақсылап араластырамыз. Ескерте кетейін, дрожжи салғанда сұйықтығыңыз жылы болуы керек. Енді ұнымызды салып, араластыра отырып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Ұныңызға қамыр жабыспас үшін осылай алдымен венчикпен араластырып, кейін ұн қоса отырып, қолыңызбен илесеңіз болады. Қолыңызға жабыспас үшін 1-2 ас қасық сұйық май қосып жіберіңіз. Сонда қамырмен жұмыс істеу өте ыңғайлы болады. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамыр көтерілгенше. Мінекей, қамырымыз көтерілді. Өте жұмсақ, әрі нәзік болып шыққан. Тәтті бәліш жасау үшін қамырымызды 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Және жайғанға ыңғайлы болу үшін осылай дөңгелектеп алыңыздар. Бұл қамырдан тәтті булочки пісірсеңіздер де болады. Енді қамырларымызды көрсетілгендей бірдей қылдырып, жайып аламыз. Достар, менің рецептерім қызықты әрі қажет болса, каналыма комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымда қазіргі хит пирогтардың рецептері мен өте оңай дайындалатын ыстық тағамдар, сонымен қатар салаттар және шай дастарханына арналған тәттілер бар. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай 3 бірдей көлемде қамырларымызды жайып дайындап қойдық. Енді салмасына сіздер варенье немесе джем қоссаңыздар болады. Мен осында 50 грамм шоколадты ертіп алып, арасына жақтым. Ең бірінші қамырымызға жағамыз. Одан екінші қамырмен бетін жабамыз. Жақсылап тегістеп ауасын шығарыңыздар. Және қалған салмамызды салып, бетін үшінші қамырмен жабамыз. Жақсылап біріктіріңіздер. Енді көрсетілгендей бірінші 4 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Осылай 4 бөлікке бөліп алып, әр бөліктің 3 рет кесесіздер. Мінекей, 1, 2 және 3. Енді көрсетілгендей 1 немесе 2 орасаңыздар болады. Бұл тәтті бәлішті мен бірінші рет жасауым. Өте дәмді әрі әдемі шықты. Менің отбасыма ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бәлішіміз осындай гүл тәріздес болып шықты. Өте әдемі көрінеді. Шоколад салмасы ағып кетеді деп қорықпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Салманы қант және корица араластырып салсаңыздар да болады. Олай да дәмді шығады. Енді бәлішімізді жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Осылай жұмыртқаның сары уызымен жақсылап майлап шығып,
20 минуттай көтерілгенше қойып қойыңыздар. Одан соң 180 градуста 35-40 минуттай, яғни бәлішіміз қызарып піскенше пісіріп аласыздар. Ал астарыңыз дәмді болсын, сіздер де жасап көріңіздер.